Күнбайы Қырықбайдан 35 жасында жесір қалып, 1 жасында Қасені, 3 жасында Маржаны жетім қалған. Алқаның байы Сандыбайдың Қаратабан қой еді, алқа күні еді. Алқаның бойына артылған жауапты жұмыстар отын тасу, тамақ пісіру, мал суару сияқты болса да, күзем, тары қарау сияқты төтенше жұмыстар болатын. Алқа Сандыбайдың ауылы қызы күзетке болса, қора күзететін. Балаларын отбасына орап қойып, қарақиды қалап қойып, түйенің жабуын, қошқардың киетін сырып отырушы еді. Айлар өтті, жылдар өтті. Дүние дөңгелегі өзінің сырлауында жас өсті. Кедей бай бол, бай кедей бол. Дүние өзінің зымырауында өтті. Николайдың неше сайлауында би болған Сандыбай да жем құмарлықты тастап, жұрт аузына қарайтын ақсақал болды. Алқаны айтатын болсақ, өзіне тиісті жұмыстарында еді. Алқаның Маржаны 13 жасында қалмаға ұзатылып кетті. Алқа өзінің Маржанды сағынып, артынан барайын десе, жолды білмейтін. Көзін жасы сорғалатып, аяқ салатын. Әскерге жігіт алады дегенде, Сандыбайдың ауылына келген Қасенді жазыңдар деп, Қасенді жазғыздыртып қояды. Қасен әскерге кетті. Алқа апай Қасендердің қарасы үзілгенше дейін артынан қарап тұрып, мен енді айырылдым деп жылаған. Қырықбайдың өлімі, Маржанның тұрмыс құруы, Қасеннің әскерге кетуі Алқа үшін ауыр тиген еді. Алқа бұрынғыдай ауыр жұмыстарға жарамайтын. Сандыбайдың өзі де, қатын баласы да жеркені жақтырмайтын. Алқаның ауруы асқынып, аяқ-қолын жылытатын Қасені мен Маржаны да жоқ. Енді ешкім келмейді. Ішейін десе сусын жоқ. Жылынайын десе от жоқ.